жұмыс тобында тағы депутаттардың ұсынысымен 1700 адамды босату ескерілген дедіңіз, 1 жыл қалған жазасын өтеуге. Бұлар сол бас бостандығынан айыру мекемелерінде отырған адамдар ма 1700 адам? Өте дұрыс байқағансыз. Рахмет сұрағыңызға. Ол жаңа мәлімет, тың мәлімет осы кезде таралған жоқ. Өйткені алдыңғы мәлімет тараған кезде біз заң жобасымен жұмыс тобында қарастырып жатқан болатынбыз. Осы соңғы осы аптада қабылданған шешім жаңағы шыққан азаматтардан бөлек 1700 азаматты, егер олар жазап жатқан өтелмеген жазасы 1 жыл қалған болса, соңғы 1 жыл, онда оларға қатысты осы рақымшылық актісін қолданып босату туралы біз шешім қабылдадық. Бұл депутаттардың өзінің бастамасымен болған шешім. Яғни жаңағы цифрға, санға 1700 адамды қосуға болады. 2300 адам босап шығады деп айтуға болады. Жобамен осындай азаматты босап шығуға болады. Бұл жерде бір ескеретін жағдай, жаңа 600 адам олар осы заң күшіне енгеннен кейін бірден босатылатын болса, 1700 адамға олар мерзімі келген кезде, бұл 6 ай бойы осы заң күшінде болады. 6 ай уақыттың ішінде кімге 1 жыл болады, солар жайлап босап шығады. Яғни 1700 адам бірден босап шықпайды, ол жаңағы уақытты келген кезде босап шығады. 1 жыл. Осы 1700 адам ішінде қай санаттар еніп отыр қазір? Ол жерде санатпен біздер шектемедік, ешқандай санат шектеп отқан жоқ. Тек қана соңғы 1 жыл қалған азаматтарды, әрине олардың тәрбиесі дұрыс болса, және ешқандай тәртіп бұзбаған болса. Демек, аса ауыр қылмыс жасағандарды босап шығуы мүмкін ғой? Жоқ, аса ауыр санаттағы қылмыстар жасалмайды, бұл фильтрде тұр.